Қыздар, қараңыздаршы, духовкада плов жасадым. Дәмі қандай болады? Күріш духовкада пісе ма? Видео соңында айтатын боламын. Ең бірінші тауық аяқтарын осылай маринадтап тұздап аламыз. Одан кейін күрішімізді жақсылап жуып аламыз. Бұл жерде мен 5 басмати күрішін пайдаландым. Ұзын-ұзын әдемі пісетін күріштердің бірі. Күрішті тазалап жуып алып пакетке саламыз. Оның үстінен туралған сәбізді салып, тұзын саламыз. Және де азғантай куркума қосып жібердім. Сосын сары май және де бір пиязды ұсақтап турап салып, үстінен 1 стакан су құйып жақсылап осы пакетте араластырып аламыз. Енді үстіне жаңа маринадталған тауық етін салатын боламыз. Бұл жерде маринадқа паприка, дәмдеуіш, тұз және сұйық май қостым. Үстінен тағы да 2,5 стакан су құйып, азғантай тесіп жіберіп, духовкада 55 минут шамасында пісіріп аласыз. Еті пісіп, дәмі күшті болып шығады. Ыстық балаумен осы шайды ішіп көріңіз. Мен сізге кениялық, сейлондық байджи қара шайын ішуді кеңес беремін. Қоспасыз, красительсіз таза шайдың бірі. Духовкада осылай пловты пісіріп көріңіз. Рецепт ұнаса лайк басып, жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.